Қайырлы күн, рухани құндылықты болмысынан биік қойған көрермен. Эфирде әдебиет шығарма көзқарас бағдарламасы. Әрқайсымыздың ішкі әлемімізде өмір баспалдақтарынан өткен сайын асыл сөздерін жадымызда тоқып, өсиет етіп, үлгі тұтар ұстаздарымыз болады. Бүгінгі эфиріміздің қонағы ақырын жүріп, анық басып, көпке үлгі бола білген жан, филология ғылымдарының докторы, профессор, абайтанушы ұстазымыз Мекемтас Мырзахметұлы. Алтын әріптермен жазылған сөздің мәңгілік емес, асыл ойы бар сөздер мәңгілік екенін дәлелдеп кеткен Абай болса, Абайды бізге танытып жүрген ұстазымыз өзіңіз екені анық. Сізбен бірге бүгінгі сырлы сұхбатты құруға әріптесіміз, әдебиет жанашыры, үздік педагог байқауының жеңімпазы Базарбай Дүйсенбайұлы да келіп отыр. Сырлы да ашық сұхбатымызға өзіңіздің келісіміңізді бергеніңізге шын жүректен алғысымды білдіргім келеді, ағай. Енді осы орайда ең бірінші сұрақ туындайды. Мынау Абайды үлгі тұтқан өзіңіз, Абайдың ізімен жүрген өзіңіздің қазіргі ұлттық құндылық, ұлттық сана, ұрпақ жайында ойыңыз қандай? Енді қазір капитализм дейтін бәле келді ғой. Капитализмнің табынатын құдайы ақша, басқа ештеңе емес. Бүкіл қазір дүниежүзінің мемлекеттері соған бұрылған қазір. Сол капитализм бізге де келді. Біздің халқымыз енді оны қабылдап жатыр, әртүрлі тұрғыдан қабылдайды. Түбінде біздің перспективамыз өте үлкен. Жер үлкен, жердің асты-үсті қазына. Мен бір нәрсе ғана айтайын. Мынау Мойынқұм дейтін жер бар. Сол жерде ұзындығы 170, ені 140 километр жерде, терең жерде алтын жатыр. 1 тонна рудадан 2 грамм алса үлкен табыс деп қарайды. Қазір соған бар. Онда 1 тоннадан 6 килограмм аласың. Бірақ тереңде жатыр. Технологияны оған жердің астына түскенде, жер ыстық қой, түскен сайын істейді. Оған жаңағы жұмысшы роботтарды даярлайды. Солар түсіп, жаңаны алған кезде дүниежүзінің алтын қоры бізде болады. Байлық па байлық. Одан басқа нәрселер де бізде өте көп. Бірақ мынау неде капитализмде анандай ақша омарлар көп шығады. Президентіміздің өз отбасымен қандай жағдай болған естіп жатсыңдар ғой. Әл-Фарабидің айтатыны бар. Ел басқаратын адамның 12 түрлі қасиеті болу керек. Біздің президентте бұрынғы 11 қасиеті бар, біреу жетпей қалды. Ол не? Нәпсі. Ол жаңағы жыныстық қатынаста, содан кейін ақшаны алуда, қазір дүниежүзіне белгілі 2,5 миллиардтан астам ақшасын бір есептеуді, ал әр семьясының өзінде сондай болып отыр. Бұл жаңағы Әл-Фараби ел билеген адамның 12 қасиет болады деген, сондағы ең жаман қасиет нәпсіге ұрыну. Одан ешқандай пайда таппады ғой. Сондай талантты, елді басқарған, мемлекетті құрған адам жаңағыдай пенделік жолға түсіп кетті. Ал қазіргі президент сол кезде соның ішінде бәрі алып малтын жатқан кезде бұл деген жақсы ештеңе. Бұның әкесін білемін. Әкесімен көп сөйлескенбіз, себебі мынау жазушылар одағын сырттан бақылайтын КГБ-ның несі болады ғой, сондай кісі еді. Соғысқа барған, кейін өздері асып тасқан семья емес бұлар, отбасы. Біреу жетіп, біреу жетпей,
қиыншылықпен жеткен. Содан кейін басқалар неғылған кезде бұл содан ішінде отырып таза шықты ғой. Сондықтан мен бұны ерекше бағалаймын. Нәпсісін ұстай біледі. Сондықтан да қазір енді бағыт беріп алып келе жатыр ғой. Өзі дипломат. Біріккен ұлттар ұйымында екінші адам болған бұл өзі. 5 тіл біледі. Таза. Содан кейін басында енді тәжірибесі болмай аздап сасқалаңқырады. Кейін қазір бейімделіп алды. Енді мүлде Қазақстанда рухани жаңғырту мәселесін қойып отыр. Себебі бізде қазір халқымызды, жастарды Абайдың толық адам ілімі арқылы тәрбиелеуіміз керек. Сонда бұл мейлінше жетілген дүние жүзіндегі ең айтулы халықтардың біріне айналады. Мен соны аштым. Абайдан толық адам кітап жаздым. Соны пайдалану арқылы мектептерде, институттарда жастарымызды тәрбиелеп алуға болады. Онда өзін-өзі тәрбиелейді, онда қызығы сонда. Ана әбден білгеннен кейін адам өзін-өзін тазалап отырады. Мен осы бұзда көп ұстадым. Жұрт пара алып жатты, мен пара алмадым. Ректор болып істедім Өзбекстанда. Басқа елде ректор болу оңай емес қой. Бір институт ұстап отырдым. Ақшаны алсам құйылады. Бірақ мені Абай жібермеді. Абайдың осы ілімін мен ерте сезіндім. Сөйтіп соны бойыма жинай бастадым. Содан кейін мен жазған еңбектерге ешқандай сын болған емес. Тек мақтаулар болды. Қазір енді сол абайтанудың әуезовтен кейінгі бірінші адамы мен болып отырмын. Көп нәрсесін аштық. Менің 10 томдығым басылды. Әрқайсысы 500 беттен 3000 екземплярмен бүкіл Қазақстанға тарады. Соның бір кітабы, ең соңғы кітабы Абайдың толық адам ілімі туралы. Соның жолдарын көрсеттім. Қандай қасиет болады, мектептерде толық пайдалануға болады. Ұстаз өзі мақтабаннан меңгерсе, өзін-өзі іште ағартып шығады. Енді осы орайда бір сұрақ туындайды. Әр оқушының сүйген сабағы бар дейді. Әр ұстаздың түйген талабы бар дейді. Ғылым мен техниканың қазіргі дамып тұрған шағында Абайдың логикасы мен ұстанымын, Абайдың толық адам ілімін қазіргі таңдағы оқушының, шәкірттің бойына сіңіріп жүрген ұстаздарға, ғалымдарға, өзіңізден кейінгі ізбасарларыңызға көзқарасыңыз қандай? Олар енді қазір, мысалы, Астанада Абай атында жаңа мектеп бар бір. Сонда менің атымда кабинет бар. Мұғалымдар жаңағыны тікелей балаларға қолданады. Сонда олар айтып отыр, Алмақан дейтін келіншек балаларға әсер етіп жатыр дейді. Мұғалым, ұстаз балаға түсіндірсе, бала үшін қабылдайды. Жақсы болғысы келеді ғой. Сондықтан біз Абайдың ілімі арқылы жастарымызды толық меңгеріп, дұрыс жолға қойып алсақ, алдыңғы қатарлы, саналы азаматқа толы мемлекеттің қатарына біз қосыламыз. Қазір қиындау жаңағы неге беріліп кетті ғой, параға, мемлекеттің ақшасын жеуге, қазір тісін қағып жатыр олардың барлығын. Ескі нелердің бәрін жіберіп, жастарды алып жатыр. Бірақ жастарды алғаны жақсы, жастарда тәжірибе жоқ. Мен ана бір Шымкентте белгісі бар, соның жақсы ректор бар, әйел кісі. Неден оқыған сыртта, бірақ ішкі процесті білмейді. Сабақтарды бөлу бар, басқа ұйымдастыру бар. Сол сияқты бізге де келіп отырған ректоры бар бұнда. Далаға шықпайды, өзі отырады.
Сол себебі ана ішке кіре алмайды. Общий біледі. Сондықтан тәжірибесі бар адамдарды, жаңа дарынды адамдарды қойса болады. Bir жақсы олар енді параға жоламайды. Білем ғой мен бұл жерде де пара алғандарын. Мекемтас аға, кеңес үкіметінің тұсында көптеген жәдігерлер шетел асып кетті. Енді қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дегенді айтқым келіп отыр. Сол енді мынау сондай құнды жәдігерлердің бірі қолжазба мен кітаптар. Енді дені Өзбекстанға кеткенін білеміз. Сіздің облыс әкімдеріне қолқа салып жүріп, сол құжаттардың Қазақстанға келудің кілтін таптыңыз. Ол алып келген құжаттарыңыз қазір қайда? Олармен кімдер айналысып жатыр екен? Қазір өзіміз айланысып жатырмыз. Bir облыстан 400 кітап таптық. 400 кітап. Неден? 8-ші ғасыр мен 18-ші ғасыр арасында. Бізде ол жоқ түгелде. Шет елдерде сақталған. Сонда бір бетін $20 сатып аламыз. Ол енді ақшаны өкіртіп кетеді. Және ол әр тілде. Мен шәкірттерімді даярлағам. Біреуін ағылшынға, біреуін парсыға, біреу ағылшынға, кейін пуштумдардың тіліне. Бізге ол қиын болмады. Соның бәрін нетіп келе жатқан кезде енді 90 кітап қалды. Соған кейінгі болған әкім әне берем, міне берем деп бермеді. 310 том кітап шығардық. Ол кітап болғанда қандай? Қазір ғалымдар оған кіре алмайды. Мысалы, 6 бармақ дейтін кісі болды. Шымыр руынан Мұхаммедтің пайғамбарлығы туралы кітап жазған. Соны бүкіл араб басынайды. Соны қалай табылды? Соны ұрпақтары анау елдер кеп тексеріп, арабша жазса ол құртып отырған ғой. Тауықтың туатын жеріне астына қойып қойған. Әдімеп. Кетіп тексереді, тауық келіп жүдуға қарамайды. Сөйтіп сақтанып қойған. Соны алып, 6 том кітабын шығардық. Ал бұл енді бүкіл теологияда, қоғамдық ғылымда теңдесі жоқ кітап болып шықты. Одан кейін 8-ші ғасырдан 18-ші ғасырда өткен біздің ақын, жазушы, ғалым адамдарымыз бар ғой. Бәрі ұмыт қалған. Жақында Сайрамнан 90 кітап ашылды, ойламаған жерден. Енді соны бастақшы болып отырмыз. 310 томды жарияладым. Енді соған ақша берсе, соны жариялаймыз. Сонда біздің тарихымыз өте тереңде. Қытайлар айтады 5000 жылдық тарихымыз. Біздің тарихымыз біздің арамыздан бұрынғы 6000 жылдықтың ар жағында жатыр. Ол Түркияда жатыр. Соны шетелдің адамдар оқыған, былайынша оқиды, түсіне алмайды. Содан кейін өлі тілдеп қараған. Соны өзіміздің Айжақмет дейтін жігіт болған осы. Мына газетте істеген. Сол өмірін арнады. Сол оқып шыққанда қазақша болып шықты. Біздің 6000 жылдың ар жағында. Бірінші жазуды біздің бабалар тапқан. Бізден гректер алған. Сонда онда аш деген тайпа болған. Азия деген сөз бар ғой. Аштың үйі деген сөз. Аштың үйінен барып, Азия деген атау шыққан. Соны мен аштым. Азияны бұрын ойлайтын. Бұл кімнің тілі? Не деп? Десем аш тайпа. Ал қалғаны үй дегенді білдіреді екен. Аштың үйі өзіміздің бабаларымыздың сөзі. Бірақ ол кезде біздің бабалар қазіргі Түркия отырған жерде отырған. Ана материалда сонда сары сазбалшықтар болады ғой. Соны илейді, жаяды бүйтіп, жазады. Одан кейін кептіріп сақтайды. Себебі көбі жаңағы сауданың несі. Ішінен патшаның ұлына жазған хат шықты. Онда бір қызығы өтірде жоқ, нүкте де жоқ, былай кете береді.
Ана оқыған адамдар біледі, сырттан келген адамдар оқи алмайды. Қайтілеген содан оны өлетілдіп. Соны тірілтті, сөйледі. Ешкім оған таласа алмайды. Сонда біздің тарихымыз Қытайдың әлде ғана тереңде жатыр. Және әлемдік жазуды бірінші біз ойлапты. А-сызықты жазу, В-сызықты жазу деген болған. А-сызықты сол ас тайпасы ойлап тапқан, ал В-сызықтыны бізден гректер алған жазуды. Гректер бізден алған, сауатсыз болған ол кезде. Бұның бәрі ашылып, қазір евросентристер бізді көшіп жүре берген түк жоқ деді ғой. Біз бұлардың қолы жете алмай отыр. Өйткені арқан Енисей жазулары табылды. Бұл тек қана Сібірден табылды. Арабтар жаулап алғаннан кейін тастарда жазулар көп болған. Соған сені дивизияны шығарып, бәрін өшіріп отырған. Біздің санамыз, біз тәңір дінінде болғанбыз. Күшті отырып, мұсылман дінін ендірді. Қанша адам, сауаты бар адамдарды өлтірді олар. Анау тасқа жазылған ненің бәрін өшірді. Сөйтіп біз құралақан қалғанбыз. Кейін бәрі табылды, анау табылды. Бізге тең келетін қазір. Қытайдың өзі бізге тең келе алмайды. Бұлар 5000 жыл. Ал біздің эрамыздан бұрынғы 6000 жылдың ар жағында тұр біздің. Қандай керемет, ешкім таласа алмайды. Евросентристер кеудесін ұрып жүреді. Кеудесі басылды ғой содан кейін. Енді осы орайда тағы бір сұрақ туындап отыр. Мынау сөз тегін ой қымбат заманда біз көп жағдайда қазақтың мынау көкірегіндегі уайымның қайсысы болмасын, дәл диагнозын қойып кеткен бізде абай ғой енді. Осы көп сұхбаттарыңыздан естіп жүрмін, тыңдап жүрмін. Біз бір ғана абайдың мынау бір өлеңін махаббатсыз дүние бос дегенді сіз текстологиясына қарай тереңіне үңіліп, махаббатсыз дүние бос емес, дүние дос деп тарқатып айтып жүрсіз. Абай атамыздың тағы да қандай шығармалары өз деңгейінде мағынасы өзгеріп кетіп бізге жетіп жатыр? Жоқ, енді несі текстологиясы орнына келді. Академиядан шығардық. Сонда бұрыннан өлген кісілер кеудеге басып, мен ендіріп жүрден кебесі. Сонда біз айттық, дәлелдесең ғана мойындаймыз, әйтпесе қабылдамаймыз. Сөйтіп ана кітапты шығардық. Бұл кітап Абайдың толық шығармалары. Бұл енді канонийский текст деген болады. Соған айнала бастады. Ана нелердің бәрін аштық, басқа сөздерін тазаладық. Бірен-саран әлде болу керек, келесі ұрпақ оны өздері табады. Ал негізінен относительно канонийский текст біздің қолымызда қазір бар деп айта аламыз. Себебі Абай жаза дегенде жастықтың астына қойып кетеді екен. Өнген ана туысқандар бар ғой, балалары. О, Абай аға өлең жаз деп, оригиналды алып, көшіріп кетеді, оригинал жоқ болып кетеді. Оригиналының. Бірақ сонда да несін сақталып, қазір Абайдың өз шығармасы сөз қалпына келді, бірен-сарандары болмаса. Абайдың өлеңдерін түсіну қиын. Оның бір өлеңі бар. Сәулең болса кеудеңде мына сөзге көңіл бөл дейді. Сонда селі теориялы ойлар жатыр. Билемесек бір кемел, көп шуылдақ не табар дейді. Оны халық, бұлар нөл единица тұру керек. Сонда оны біздің қазақы оғыман билемесе бір кемел, көп шуылдақ не табар деп отыр. Одан кейін имам сыздық намазда қызыл басың салған жыл дейді. Соны түсінемей қойдық. Ары іздедім, бері іздедім, кейін таптым. Сөйтсем, мынау парсылар бар ғой. Намаз оқыған кезде ненің керек жоқ оларға. Молданың. Әрқайсы өз бетімен келіп оқи береді. Сонда имамсыздық намазда қызыл басың салған жол деген имамға бағынбайды. Анау неге көсемге өздерінше не алады.
соны зор қаштық мен. Қызылбас деген екі түрлі мағына. Ол қызылбас бастарына тақия киеді, 12 бұрышты болады, 12 имам, ол бергі дәуірде. Ал біздің бабалар жасаған кезде қызылбастар деп атаған себебі, олардың шақсей бақсей дейтін мейрамдары бар. 10 күн анау Әлжат Алдың 2 баласы бар ғой, соның өліміне не береді, қан шығару керек. Өздерін сауалап жүріп, қан шығарады, сонда айтады, кім соның басын береді дегенде батырлар шығар, мен басым береді. Сонда тақырбас, соның сырымын ақырын тіледі, ырситпайды, қан шығатындары. Крест қылып, өнген билейді, билеген екен қан басына қып-қызыл болып, біздің бабалар соны айтқан, қызылбас деп. А қазір қызылбас сол басқа ұғым. Дұрыс айтасыз. Олар басқа мана самый древний. Себебі парсылар өмір бойы біздің қол астында отырды болды. Бізге бағынышты болды. Кейін ғана ана патша шықты да, біздің Альбертоны дейтін бабамыз болған, керемет Ақи деп аталған жомарт. Соны солар өлтірді, шақырып қонаққа. Ана кісі өзіне сенген батыр. Тойлап, ана сұлу қыздар, келіншектер былқылдап билеп, ана кісіге не береді, ол ішіп отыр, сонда қосып өлтіреді. Біздің бабамыз олар сөйтіп өлтірген. Содан кейін біздің халқымызды шауып біраз бұлар қансырады. Бірақ кейін қайтадан бәрібір. Біз оларды бағындырып алған едік. Ал оларда отырғыш ел болғандықтан архивтер, кітаптар көп сақталынған. Біз сақтай алмадық. Бізде сақталынған осы. Ең көп сақталынған осы Тараз ғой. Осы облыста көп сақталған. Ана Мырзахметпен келісем, Асқар 500 кітап шығарамыз деп. Себебі ол кітап жоқ бұл жерде, біреуде, Мәскеуде, бәрі шет елдерде, архивтерде жатыр. Соны бір бетін $20 сатып алып отырдық. Сондықтан ақша соңына кетіп қалып отырды. Себебі бір облыстан 400 кітап шықса, мына жерден бір облыстан 500, бүкіл Ресейден бір кітап шықпайды. Олар мына жерден қалыптыр. Біздің рухани неміз сонша көп, бірақ меңгермей жатырмыз. Мен сол анау шәкірттерімді әрқайсысын әділдікке бағыттаған. Сол ислам жеменей бүкіл парсы тілде оқиды. Өнген тағы бір жігітіміз бар, Қытайдың тілін оқиды. Осындай бәрі даяр. Ал басқалар оған жете алмайды. Мен басында ойлап осыларды бір тіл меңгеріңдер деген. Осы жерде меңгердік, осы жерде ұйымдастырдық қой көбін. Мен осында жүрген кезде. Сөйтіп, біздің қазыналардың бәрі шет елдерде жатыр. Біз дегеннің бәрін Совет өкіметі құртқан. Себебі біздің тарихи есімізді шаю үшін мұра қалдырмау керек. Ағай қарап отырсам, мынау шәкірттеріңіз арқылы біздің мынау ұлттық мұрағатымызды әкелуге бір жаңа Европаға, шетелге бір терезе жаңа ашып отырған секілдісіз. Енді қайтадан біз мынау абайтану ғылымына, абайды тануға қарай ойсайықшы. Көп жағдайда мынау сапа түзелмей, сана түзелмей, сапа көтерілмейді деп жатамыз. Енді міне Базарбай Рысбайұлының өзі де отыр. Қазір ұстаздар қауымының арасының өзінде абайды біреуміз мынау кішкентай мектеп табалдырған аттаған кезден бастап үйретсек деп айтатын болса, екінші тарап адамның мынау баланың толысқан шағында үлкен сыныпқа, орта буынға келген кезде үйрету қажет деп жатады. Енді осы орайда бір орынды сауал туындайды. Жалпы абайды таныту үшін біздің жасымыздың межесі, жалпы санамыздың толысқан кезі қай кез болу керек? Бұл абайды тану үшін шығысты тану керек. Ал қазір Совет өкіметі 49 жыл космополитизм туралы қаулы шығарған. Сол қаулыда жаңағы шығысқа бұл реакцион яғни оған бет бұрмау керек деп. Мен аны
әуезовтен алдым тақырыпты жұмалиев екеуі кандидатскийде. Соның өзі қиын болды. 6,5 сағат қорғадым. Қырғын айтыс болды. Содан кейін әрең дипломды алдым 2 жылда. Содан кейін басында жеңіл қарадым. Жатқалға мен жастаймын. Тотығы шықса пайдай береміз, бірақ мағынасын білмейді екенбіз. Жас кезімде мен көп жаттадым абайды. Өлеңдерін бәрін жаттаймыз, соны мақтаныш көреміз. Содан кейін анау Абай әдемі дегеннен өткіземін жыл сайын Абай университетіне. Сонда балалардың жаттауына, мәнеріне мән беріп жүрдік. Кейіннен түсіндік жоқ. Ананы жаттады ма, ананы түсінді ме, түсінбеді ме. Сондай талап қойған. Дұрыс айтасыз. Сонда балалар ашылы бастады. Білмеген жеріміз айтып береміз. Абайдың өлеңін түсіне алмайды қазір. Көп профессорлардың өзі түсіне алмайды. Мен өмірімді арнадым бұған. Басқа тақырыпқа барғам жоқ қой. Момышұлына бардым да, соныға 100 томдығын даярлап жатырмын. Ана жақта 400 кітап, Баукеңнің 100 томдығы, меніңге бұл жерден 500 кітап даярлау керек. Қазіргісін белгісінің өзінен. Сонда бұндай не? Ебір мынау империялардың қолында жоқ байлық. Біз соны аламай отырмыз, арабша жазылған, басқа тілде жазылған. Соның бәрін аударып, жаңа 310 томды бастырған 90-да әр түрі ақша берсе, оны басырса. Анау шала қазақ, ада қазақ деп бөліп жүрсіз ғой. Қазіргі қоғам қай деңгейде? Енді біздің қазақта орыстандыру саясатын жүргізу ғой. Мен сол компартияның кезінде 93 жылы кітап шығардым. Қазақ қалай орыстандырды. Ол баш кететін кітап. Анау барлығын немен дәлдеп отырдым архивпенен. КГБ шақырады. Мен айттым, біз орыстанғанбыз. Қазір орыстандырып жатыр. Білуіміз керек. Мен ана жазған кітабым жай сөз емес. Бәрінің архивтік дерегі бар. Орыстың генералдары, губернаторлары, шиновниктер бір-біріне жазғанда, бұл қазақтар өте шешен, бай, тұқырту керек бұларды. Тұқырту үшін әріптерді ауыстырып отыру керек. Сол анау кім Голошогин 3 рет ауыстыруға әріпті. Содан кейін ондағы мақсат бізді тарихқа жібермеу. Тарихқа жібермеу, тарихын білдірмеу. Надан қой баққан дегенді басымызға қойды. Жоқ, біз надан емеспіз. Европаның барлық халықтарынан биік тұрамыз. Қазірге не соған келе жатыр. Ондай нелер, мұралар оларда жоқ. Жаңа бір облыстан 400 кітап шығарып отырмыз. Мына жерде 500 кітап неғамыз. Келіскеміз. Ол несін беретін болған кім? Асқар, анау. Еді барып түсіндірдім оған алғаш. Ол тез түсінді. Қанша сұрайсыз деді. Миллиард дедім. Сөйтіп миллиард десе жүр шудап кетеді. 950 миллион алды деді. Жарайды. Сөйтіп алып, сол ақшамен шығарды қой жаңағы. Ол ананың бәріне мен қол қоям, бәрін оқып шығам. Онан кейін бар ол баспаға жіберіледі. Ол көзіңі жеп қояды. Сол менің көзім өзі мықты болу керек. Қазіргі шейін жөе қарамайым ғой, ашке киімей оқимын. Бірақ сол құнды мұралардың барлығы қазіргі мынау өзіміздің Әулиеата өңіріндегі қай кітапханаға бармайық, Абаймен бірге ажырамайтын бір бөлшек, құрамдас бөлігі болып, өзіңіздің де кітаптарыңыз, еңбектеріңіз ең биік сөрелерде тұр деп айтуға болады. Канттың бір сөзі бар. Әр ұлтта бір гений болады дейді. Ол халықтың бағдарламасын жасап береді дамуының дейді. Ал енді таланттылар мен дарындылар сол гений салған жолды арға жетілдіреді дейді. Енді біз осы Абайдың ойларын мемлекеттік идеологияға айналдыра алдық ба? Айналдыра алмадық. Айналдыра алмадық. Себебі мемлекетті басқарғанда мынау шетелдердегі мұсылмандар дінмен басқарады.
Біз енді бұлай қойып қойдық. Немен басқару керек? Мен ана президентке айттым. Мемлекеттік хатшыманды әңгімелестім. Ұлттық идеологияны қою керек. Одан басқа жол жоқ. Ұлттық идеология халықты тез тәрбиелеп ала алады. Ал дінді біз былай өз бетімен қойдық қой. Олар еркін емес, өзімен өмір етіп жатады. Дінін айтып жатады. Ал шет елдерде, мына мұсылман елдерінде барлық билік ислам дінімен жүргізіледі. Біз дінмен жүргізбейміз. Сонда немен жүргіземіз? Мен оларға айттым, ұлттық идеологиямен жүргізу керек. Одан басқа жол жоқ. Соған ұлттық деген сөзден қорқады бұлар. Одан қорықпау керек. Халқымызды немен билейміз енді? Белгілі оны табындыра білу керек қой. Құлдық сана әлі бойымыздан арылмай келеді ғой. Ол кетпейді біразға шейін. Себебі анау санаға сіңген нәрсе қиын болады. Қазір енді мынау бүкіл Европа 15 ғасырдан бастап испан ғалымдары бастаған айтты. Абайда дүниенің көрінген сыры, көрінбеген сыры деген сөз бар ғой. Сонда олар айтты. Жан дегенді білеміз, ұстай алмаймыз, өлшей алмаймыз. Басымызды қадірмей аламыз. Дүниенің сыртқы сырына барамыз. Көрінетін жақын. Сөйтіп техниканың бәрін жасады. Ақыры енді адамдар азды. Европа азды қазір. Олар бізге үлгі бере алмайды. Біз оларға үлгі береміз енді. Адамгершілік жағынан. Сондықтан бұл үлкен әлемдік деңгейде қойылатын мәселе ғой. Бекем Жасаға, анау бір сөзіңізде біздің қазақтың топырағында Ахилар мектебінің негізі қаланғанын айттыңыз. Мен соны ойлаймын да, осы Ахилар мектебінің негізі осы Тараз өңірінде қаландау деймін. Себеп Алып Ертоңғаның қыста мекендейтін жері осы Тараз өңірі болған екен. Шудың, Тараздың бойында қызының нелері болған, ойнайтын жерлері болған, соның атында қалалар болған. Айтым ғой, біздің тарих өте тарих, бірақ жаулар соның бәрін құртып отырды да бізге жеткізбеді. Совет үкіметі, одан бұрын патша үкіметі білді олар. Соның бәрін құртып отырды ғой. Тек шет елдерде қалды біздің емес. Шет елдерде, мұсылман елдерінде, басқа елдерде, архивтерде тұр. Қымбат, ол бір бетін $20 сатады бізге. Оны сатып аламыз, оны аудару керек, одан қазақшаға түсіру. Ол машақат жұмыс. Өзін азапқа салатын адамдар істейтін жұмыс. Мен соған бардым, барған себебі халықтың рухани қазынасын аз болса да қайтаруымыз керек. Соны салыстырамыз Европамен. Европаның қолында түгі де жоқ. Бұлар 15 ғасырдан бастап ояна бастады да, басында мынау отпен атылатын қаруды қыпшақтар тапқан. Соны тапқан адамды бұлар ұрлап әкетті ғой. Сөйтіп мылтықты анау дәрмен атылатын қарулар жасап, дүние жүзін бағындырдық, қырды. Болмаса, бізде анау кім білген баны? Бабыр. Патша болып тұр дейін деді. Сонда солай қаруды жасау, Алланың ісіне опасыздық жасау. Не үшін жасайсың? Халықты қыру үшін жасайсың. Онда нені жасамаймын деп, ол кісі жасамай қойған. Егер жасаса, олар дүниесін солар жаулап алып қоятын еді. Олар ана неден өте алмады оғымнан. Сондықтан біздің тарих терең тарих, бірақ сірә ашылмаған тарих. Шетінен ашылы бастайды. Себебі оянып, ана несін дәмін татып қалдық қой. Содан мен ана облыстардан кітап шығарады. Ол кітап оңтүстіктен шығады, Жамбылдан шығады, басқа жерден шықпайды. Себебі бүкіл мәдениет, билік осы жерде сендіріп алған. Солардан қалған дүниелер, сырттағылар тек құртып отырған. Ресейлер құртып отырды қойды. Болмаса архиві бар, соны сақтайды да бізге бермейді. Ана кімнің жазғаны бар, Марғұланның. Өзі бұлардың 5 сала ғой архиві.
Sonra birinci, ikinci, üçüncüsüne adamlar kire veredi. Dördüncüsüne giremeyeceğim. General gubernatörski. Ben sonra ruhsat alıp girdim. Orunburg'a. Sonra biraz neredeyse alıp ministerlik aracı vermekti. Onun için bularda kim aytat? Altıncı ne var eken hareket. O annenin kolunda hiç Orus'tan başka görüntmeydik. Bizim tarihimizin kupyası sonunda жатыр. Kulaydı o yeresi taraydı bu. Sol tarafından keyin жаңағы архивтер ашылса, сонда бұлардың сыры ашыла бастайды. Жауыздықтан басқа бізге істемеген. Мекемдес аға, мынау сізден білуге тиісті көп ақпарат бар. Мынау қазіргі тәуелсіздіктің 30 жылда қарсаңында біз Кенесары ханды ұлықтап жүрміз. Тіпті әдеби шығармаларда, мына оқулықтарда тіпті кеңестік идеологиямен жазылған әлі ойлар жүр. Біз арыла алмай келе жатырмыз. Мынау француздың фантаст жазушысы Жюль Верн Кенесары туралы роман жазғандығын білеміз. Француздан көптеген кітаптар қазақ тіліне аударылып жатыр. Бір осы Жюль Верннің Кенесары туралы жазылған кітабы неге аударылмай жатыр? Оған анау не рұқсат бермей жүрген шығар. Әпсі аударады ғой. Әлі де саясаттың ықпалы ма? Ой, евроцентристік көзқарас. Ресейдің бізді төмен санайтын несі, өзі сорлы халық. Сөйтіп отырып, аспанда жүрген халықты өзінен төмен санайды. Шовинистік көзқарас бұларда от баласынан ұялаған. Мынау кім Путин осыны өте қатын етіп жіберді. Дамытып жіберді. Өйткені оған сол керек болды. Біз сол көзқарасты қалай өзгертуге болады? Не істейміз? Әуел ғаламай тұрғыдан терістеп алу керек. Ғаламай дәлелдеп, алғаннан кейін өнге массаға шығарып жіберсек, біз қазақтың басын тазалай алмай жүрміз. Сол ескі нелер кіріп қойған. Оған мен өзімде кіргем, мәңкүрттенгенмін ғой мен. Мен өзім мәңкүрттенгенім жақсы білем. 10 класста керемет осы партияның жолында болып, 10 класста партия өтті мен. Өлең жаздым әйтеуір. Сонан кейін барып, ана неге Казбиге түскен кейін онда мұғалімдер күшті. Көзқарастарымыз өзгере бастады. Кейін 50 жыл үлкен талас болып, Кенесары туралы көзқараста жаңағы Кенесарының жақтаған адамның бәрін қамады ғой. 25 жылдан Бекмахановтан бастап басқасын бәрін Шай Ахметов ұлттық санасы бар адамды құртып отырды. Даже бұл Бауыржанды өлтіру үшін анау ауыл шаруашылық академиясының президенті Кәрманбаев деген болған. Өте кімнің Сейфуллиннің әйелінің інісі. Ол ақын болам деген. Сонда оған анық айтқан, сенің ақын шықпайды. Қарыныңды тойдырады. Неге кетті? Сөйтіп агрономияға барып, үлкен адам болып шықты ол. Соның олар 4 шәкірті бар. Өзі Бауыржан Алтауының Қазақстанға тербете бастады ойларын. Содан кейін осыны көзін жою керек болды. Соның Шай Ахмет бір самолетті алып, бір академияның 75 жылдығына барасыңдар деп бәрін мәндірді. Баукең де мұны өргетін. Содан кейін Баукең баласы қатты ауырды да барамай қалды. Аналар Балқаштан көтерілгенде жарып жіберді. 5-ді жаңағы. Соның ішінде Баукеңде кезетін еді. Билетін алып қойған, барам деп отырған. Ода жақтап қалды. Әпсі Баукеңде талай ажалдан қалды. Мынау Серік Ақсұңқарұлының керемет өлеңі бар. Бүгінгі қазақ Кенесары кеудесі бар, басы жоқ дейді. Мынау Абайды біз мемлекеттік идеология деңгейінде көтере алмай жүргеніміз осы шығар. Кеудеміз бар, басымыз жоқ. Себебі Абайды түсіне алмай жүр ғой. Мен сияқты түсінсе, басқа болып кетер еді. Әрине. Себебі менің өзімде де
не докторсымды қорғатпай 8 жыл жүрдім ғой. Өнген бір жаман пікір болды нелерде, академияда. Осы бұяқта жатқан қазақтардан андай адам шықпайды деп қараған олар. Мен абайдың несіне барғанда мені күлкі етіп жүрді. Немдеп жүресің сен деп. Şimdi de o кезде мен ештеңке бітіре алмайтынмын. Кейін Лейли Мұхтардың әуезінің қызын қолын тістедім да, әуезінің 600 бакпысын түгел оқып шықтым ғой. Мен абайды алып шықтым. Үлкен кітап содан кейін беріліп кеттім мен. Басқа неге кетпедім. Тарихқа кетіп қала жазып, қалып кеттім. Осы абайда қала берейін деп. Абайдың көп жерін аштық, көп жері әлі ашылмай тұр. Ашылмайды. Себебі оған абайдың деңгейінде болмаса ашамайсың. Оған жету қиын, бірақ анау-мынауларды ашып жатырмыз. Жалпы абайдың шығармасы бүкіл қазақты тәрбиелейтін құрал. Бірақ соны өз орнына қоймай келатырмыз ғой. Бір шолақ нелер шығады. Мен нені ашқам, толық адам ілімін. Бірінші ашты мен оны. Сол 70 жылдар аштым ғой деймін, мақала жазғам. Содан кейін барып кітап жаздым. Енді менің атымды атамайды, өздері ұрып жатыр, төртеу отырып алып тұрып, толық адам олай да бұлай дейді. Тамырын танымайды. Анау аппарат құралдары олардың қолында. Мен неге жібере бермейді. Бар ғой, телевизор. Телевизор мені көп жібере бермейді. Бір мәрте соңғы кезде осы Алматыда бердік. Сол абай туралы қатты неғып қайта беріп жатты. Менің нелерімді. Онда мен неге шығармайды? Қолынан келсе. Оны ана жаман адамдар қызғанады. Олардың доступны оларға. Маған не доступны. Сондықтан мен көп ойымды бұлай шығара алмаймын. Бірақ 10 том кітап шығардым. Сонда айтатын ойдың бәрін айтқан. Бұл әлі абай ашылады. Бұл алғашқы беттерді. Әуезов білді бәрін. Әуезовке не бермей қойды. Сол абайдың батысынан шығысы басым деген сөз үшін қандай қолданылады. Действительно, мен оның кейін абайдың шығыстық әлемі дейтін дәу кітап жаздым. 600 беттік. Сонда абайдың мұрасының шығысы басым екенін дәлдеп бердім. Бұрын оны айттырмайтын, кітап шығармайтын. Әуезов тезіспен, ол тезісті адамдар түсінемайтын. Ол айтты, абайдың діні шартты діннің діні дегенді айтты. Екенін түсінемей қойдық. Хавас дейтінді ашып, сол арқылы соны аштым. Абайдың діні адамгершіліктің діні дейді. Неге болды? Оны мен жауапкершілікпен аштым. Сонда оның бәрі толық ашылды. Әпсі ешкім білмейтін. Оны ашып оңайға түскен жоқ. Зырғағып мен өзбектерге бардым, татарларға бардым. Сол жауапкершілік дегенді ашамай қойдық. Олар да етпеді. Кейін мен ақырысын аштым ғой. Жауапкершілік ілімін. Содан анау тобықтың бір жерді қорғады. Маған ссылка да бермейді. Жауапкершіліктің екенін өзі де білмейді ол. Мен ашып бергенін пайдаланады. Осындай әдебиетте жаман не бар. Ссылка бермейді. Өзі тапқандай болып отырады. Бұл ұрлықпен бірдей нәрсе. Біздің көпшіліктер соған барады. Қазір мынау біздің сөздік қорымызда бір сөз пайда болды. Модерн қазақ деген және заманауи қазіргі ғылым деген. Сонда ғылымды бұрынғыдан қазіргісімен қандай бір арақашықтық айырып тұр? Қазір
ғылымның өсуі бұрынға қарағанда 1000 есе көтеріліп кетті. Сондықтан бұрынғы ескі ғылымдардың бәрін қайта сыни көзден өткізіп, қайта оборотын жасап беруіміз керек. Оған шамасы келетін адамдар аз, менің қолым тимейді. Мен өз анау аллергияға ұрынып, денем қышып, мазам кетіп, жұмыс жасай алмайсың, бүйтіп отырасың. Соны мына жерде бір дәрігер бар екен, бай жақта сол жазды. Тоқтатты. Аяғым істетін соны тоқтатты. Жарыларын бәрін жазып шығарды. Содан жазылып шықтым. Сонымен больницасы жаза алмады. Онда дүние жүзіндегі жаңадан шыққан аппараттың бәрі тұр. Дәрігерлер ана терең аламайды да. Біз анау аппараттар түк қоймайды, сенің барлығын көрсетіп отыр. Соны оқыған, мына өмірден оқы мына кісі. Орыс өзі. Осы адамдардың бәрі баласын апарып, сол ақшаны мақтап алады өзі. Бірінші көргенде 4000-нан алады. Күніне 20 адамдар келеді ғой. Өзі әптен піскен. Өмірін арнағанда дәрінді өзі жаса береді. Осыдан жазылдым мен. Жаңағын бәрін аяғымда жара, ісік, анамындарын сыпта етіп шығарды. Енді қазіргі бір ғалымдардың арасында да, одан кейін мынау ұстаздар қауымының өз ортамызда да, жалпы шығармашылық топта бір кереғар пікір дейміз бе, әлде қазіргі таңдағы бір актуалды мәселе дейміз бе? Көбісі айтады, ғылымды зерттеп не қажеті бар дейді. Міне өздеріңіз сияқты ғалымдар зерттеп қойды ғой дейді. Әлі де ғылымның осы әдебиеттің қандай ашылмаған қырлары бар бізде? Бізде біріншіден әдебиетті дәуірлеу дұрыс жолға қойылмады. Мен жаңа 34 мақала жаздым. Алматыда жатыр. Соны барып критически қарап, әдебиетті біздің эрамыздан бұрынғы 7-ші ғасырдан бастаймыз. Себебі ана Албертоның жоқтауы бар. Ол анау желіл ұйқаспен жазылған. Желіл ұйқас туралы егемеде де жазды мен. 3000 жылдан астам тарихы бар. Бүкіл түрік халықтары сол А болып келеді ғой. Сол өлеңмен жазған. Өз техникасы оңай. Кейіннен барып басқа өлең құрылыстарына кеттік қой. Бірінші біздің өлең құрылысымыздағы белгісі не? Жаңа желіл ұйқас. Одан кейін Яссауидің бүкіл кітабы желіл ұйқаспен жазылған. Шәкәрім соны дамытты. 11 түрін. Кейіннен барып, сол Шәкәрімнен кейін желіл ұйқас тоқтап қалды ақындар. Себебі бұл істілігі кеместей өзінше неге кетті ғой. Қара сөзбен сөйлейтін ақындар шықты ғой қазір енді. Бұлай қарасаң, қара сөз сияқты ойлар. Ана кімнің есі ғой. Қазір үлкен ақынымыз бар ғой. Жұрттың бәрі білетін ақын бар. Мұхтар Шахан? Мұхтар Шахан. Ол өте шындыққа барады. Содан таяқ жейді содан. Одан өзі батыр. Кейде ойламай сөйлеп қалады да. Ұсталып қалады. Мен айттым оны. Сен ойлап алсашы, сезіммен кетіп қала бересің. Сезім сүйреп кетеді сені. Ой, ол енді қалыптасып қалды, не істеймін оны дейді. Эмоцияға беріліп кетеді. Эмоцияға беріліп кетеді. Анау неде ұйымдастырғанбыз. Жас Алаш дейтін. Жақында қайтыс болды ғой, ана 20 жыл қамалып. Соны мен идеологы болдым. Оған айттым, саясатты жұдырықпен болмайды. Тек бар төбелесіп кетеді. Сөйтіп, неде ұсталып қалып, қамалып, ақырында қайтыс болды ғой. 20 жыл жатты түрмеде. Мен оған айтқан едім, саясат жұдырықпен жүрмейді. Эмоциямен жүрмейді. Сол эмоциясы күшті, тек бар төбелесіп кетеді. Сөйтіп барып, қолға түсіп, қама жіберді ғой. Өмір бос кетті байқыстың.
өте подготовлен, кіші жүздің жігіт еді. Ана інісі біздің немізді, ана үлкен съезд болды ғой, соған жеткізген. Оларға беруден бұрын шетелдік журналистерге беріп, алдымен шетелдікті шығарып жіберді. 7 адам бірігіп, хат жазғаны санатын қате деп, Шеканың несі, оны өзгерту керек деп. Содан ол дүниежүзіне тарап кетті. Кейін ана кімге бердіпті, жаңағы нені ашты ғой, көтерілістің себебін. Соған беріп, сол пайдаланған академиктер бар, 7 адамға мен қол қойдырған. Өзім қол қойып, сөйтіп жүрген, менің кітабымда ол тезис бар. Саясатқа араластым мен, бірақ мен тоңке араластым. Саясатпен ойнауға болмайды. Оған өте жан-жақты даярлығың бар. Тоқтайтын жерде тоқтап, жүретін жерде жүру керек. Әпсе дәрежеп қаласың. Кейін ғылыммен айналысымда саясатқа араласпай кеттім. Әпсіне нелерді, балаларды шақыру, аштық жариялау бәрінің ішінде болды. Мен өзім де жарияладым. Маған айтты, сіз қарысыз. Жоқ, қары болса жатам деп жатқам. 5 күнге шыдадым, ары қарай шыдай алмадым. Ұстанымыңыздың көп жағдайда мынау ұлттық идеологияға, ұлтқа негізделген көріп жатамыз. Енді осы орайда көп жағдайда адамның алға қойған мақсаты бұралаң жолдардан орындалмай қалуы мүмкін. Сондай сәттерде кімге, неге арқа сүйейсіз? Мен Баукөң үйінде жаттым, аспирантурада 3 жыл. Сонда сұмдық әңгімелер болды. Мен білмейтін нәрсенің көбін сол кісі түсіндірді, саясаттың. Ол кісінің газет оқуда қиылысы кетті. Баяндамаларды оқиды ғой, сұрақтар қойып отырады. Кейін сұрайым, ана жерде аналар дұрыс істемей отыр. Жалған неге кетіп, ол көреді, біз көрмейміз. Мен ол кісіден көп сабақ алдым. Содан кейін мойнымда қарыз болып мәнді. Сол 30 томдығын шығардым осы жерде. Енді 100 томдығын даярлап жатырмын. Бірақ Кубада жатыр бір Маңбеттей. Ана 20 күн жүрді ғой, сонда сөйлеген сөздер. Бермей отыр. Секрет деп. Онан кейін әскери неде 8.000 бет жатыр. Бермей отыр. Онан кейін Секада 4.000 бет тұр. Соның бәрі не? Секретін деп жылатпайды. Анан алсақ 100 тоннан асып кетеді. 80 тонға әкеп қойдық. Менің міндетім ол кісі қазақтың рухы ғой. Оның еңбектерін келесі поколенияға бірін қалдырмай. Соның қолынан жазылған нәрсені түгел беруді армандап отыр. 80 томын даярлап қойдық. Енді 20 том жаңаға неде жатыр, секретный алмай отырмыз. Соны алсам 100 том шығарамын. Бір сөзіңізді айтып едіңіз, Бауыржан туралы оқырмандардың, ғалымдардың жазғанның өзі 12 том болды деп едіңіз. Сонда бұлар әлі 12 томға қосылған жоқ қой бұлар, қосылған жоқ. Баукөң туралы жазғандар ғой. Өлеңдері бар, өлеңдерін жаздым, шығардым мен. Кітап етіп. Онан кейін Баукөң туралы жазған мақалалар өте көп. Қатты әсер еткен ғой Баукөң. Мен Баукөңмен сол Ташкентте пединститутта оқытушы болып жүрген таныстым. Ауылда айтатын сол, ол былай құли ғой ол өзі. Анда да құлилар бар. Соны әңгіме айтып, мақтан етіп отыратын. Сол жас кезіммен көрмедім, бірақ соның еңбектерін бастан оқып отырдым. Кейін Ташкентте сөйлесіп, танысып, мен әкемді білмеймін, 3 жасында қайтыс болған. Сөйтсем ол кісі біздің үйде көп жатқан екен. Ол кезде Сайрам, Жуалы,
Түлкібас шөпір адам болған. Орталығы не? Сонда балкон начальник милиция алған. Сонда ары бері өткенде, сайрамға барғанда біздің үйде болады екен. Әкемді представить ете алмаймын. 3 жасында қайтыс болған. Әкемнің бұл дәрігін соғыс айтып берді. Сол кезде европейский стильде үй салған екен ол кісі. Тағы бір інісі бар, сол екеуі. Кейін сонда алтын бар деп, ауылдың әкімдері үйдерді жіберді біздің. Және біз қайда барғанымыз білмей, Кемербастада жездеміз бар еді. Соған барамыз деп ана қасқыр ұшырап қалғанбыз. Шешем тапқырлық болды. Әпсі үшеумізді жеп кетеді. Ана қызды да қойды да, тұра қаштық қой. Аналар таласып жатқан кезде құрбандыққа шалып жіберді қызды. Сол сәтте кейінгі мынау өзіңіз есейген шағыңызда анаңыздың айтқан бір сөзі бар екен ғой. Жаңағы қыздың орнына сені қалдыруым керек деген секілді. Сол сөз сіздің бір жігерлендіріп қайрады ма сізді? Ол үйде ауырып жатады. Мен оны бастаудан суға қайлау керек. Онда мен жақсы көретін қызым бар. Содан ұяламын, түнде келемін. Сонда бір баламын 15-14 ойнап кетесің ғой. Сол келгенде айтты. Қызымның анасы сені тастауым керек еді. Кейін айтып берді. Соны мен білмейдім. Жылап отырып айтты. Өзі Батырбек татқы бар ғой. Соның Сейдала деген баласы болған би. Соның қызы мен шешем. Енді өмірдің ешін көрдік. Мекенбас аға, мынау Билл Гейтстің оқушыларға айтқан бір ақылы бар екен. Бастығың мен ұстазыңның ара қашықтығын біліп ал. Аға, сенің өсуіңе қайсы ықпал жасайды дейді. Сіз бір сөзіңізді айтып едіңіз, мені кедей қылған Мұхтар Әуезов деп. Сол сияқты. Абай. Мынау материалдық тұрғыдан кедей болсақ та, сіздей ұстаздарымыз аман болсын. Біз рухани бай адамдармыз. Ол сіздердің арқаңызда. Аха. Ол бай өтеді, кетеді, төгіле қалмайды ғой. Ал кітап мәңгі бойы оқылады. Қоғамда пәтеріміз өзі қайта басылады. Сол мен абайдың көп жерін аштым. Біраз жері бар ашылмаған. Оған уақыт жетпеді. Жұмбақ адам боласыз. Саясат мықты білген патша үкіметі бізді ыдыратудың жолын тапқан. Оны мынау Спиранский деген болған омбыда. Генерал-губернатор сол айтады, қазақтардың жерінде сексеуілдеген ағаш өтседі екен. Балтаман ұрсаң ол жарылмайды. Өзін ұрсаң быт-шыт болады. Осыны қазаққа қолданайық деп, ана болыстық сайлауға соны қолданды олар. Сонан қазақтар бір айтысып тартысып. Арыс қой, жазғыш, мінез құлқымыз бұзылды ғой. Сол мінез құлқымыздың бұзылған абай сезді, соны жөндейтін жол іздеді. Сонда тапқан жаңа толық адам. Бұның тарихы тереңде жаңа Альбертодан басталады. Кейін бар системасын жасап бердім. Оны қимылдата алмайды ғылыми түрде жасалынған. Оған тең келетін қалу жоқ. Дәл сонда бізде дамыған. Адамгершіліктің негізі біздің жерімізде жасалынған. Оған ешкім таласа алмайды. Бірақ анау орысқа бейім адамдар орысты мақтай береді, орысты мақтайтын ештеңе жоқ. Біздің түбімізге жете жаздады. Ноғайды қазақты жер бетінен бірін қалмай қыру туралы мақсат қойған бұлар. Жерді алу үшін жердің егесі болмау керек. Бірақ қазақтардың даласына ол кезде машина шығып кіре алмайды. Алматының 12 ортада жері бар ғой анау. Соған кіріп келсе, орыс оған адасып өледі ол жерде. Сол қазақты даласы сақтады.
әйтпесе қыру мәселесін қойған. Бірін қалдырмай, Ноғаймен қазақты қырамыз. Сонда жердің егесі жоқ, жерді біз өзіміз аламыз деп. Сонда жүз бар жасаған. Одан кейін ана кім бар, Елмай дегенді жазған бар ғой. Қожаберген жырау. Осы сонда тарих терең жатыр. Соны мен енді мектепке ендірейін деп жүрмін. Себебі шындықты айту керек. Анау әдебиетті дәуірлеген кезде отаршылық дәуірдегі әдебиет деген не қойдым. Отаршылық қалай, содан арыла алмай соңға шейін келдік қой. Жаңа не бар ол, әлі жариялағам жоқ. Тағы бір қарап алайын, ертең тағы бір қоқаңдап жүрмесін деп. Қойып қойдым, 30 беттер ол. Соны жазып, әдебиетті қайта дәуірлейміз. Сонда біз 7-ші ғасырдан бастаймыз әдебиетті. Оған документ бар. Мысалы, жерлі ұйқас, ондай Қытайда да жоқ, басқа да жоқ, бізде бар. Жерлі ұйқас кейін дамытқан кім? Яссауи, одан кейін дамытқан Шәкәрім ғой. Ұйқас әдебиеттің дәуірін анықтайды. Біздің әдебиет сол біздің арамыздан бұрынғы 7-ші ғасырда басталынады. Содан бастап кейін балғарлардың несін қарадым тілінде. Көп материалдар табылды. Шаңғызы дейтін бар, роман, поэма мынандай. Бастан аяқсы немен ұйқаспен жазылған. Соны орысшаға аударған оригинал бір кемпірдің қолында. Ол бермеген. Бірақ бір-екі несін берген. Оқи беретін нелерді. Бірақ олар қазір өз тілінен айырылып қалды ғой балалар. Славяндардың ортасында ол славяндарға беріліп кетті. Жалпы біздің халықтың рухы, тарихы барлық халықтан терең. Соны дәлелдеп мойындаттыруымыз керек. Бірінші дәлел біздің ерамыздың бұрынғы 6000 жылдың ар жағындағы Түркияда жатқан кірпіштер тау болып үйіліп жатыр. Сонда оның бәрі нелер, саудагерлердің бір-бірінен анаған жазады екен де, қатырып қояды екен. Соны қатқаннан кейін ана основной документ болады екен. Соның ішінде әдеби шығармалары бар. Патшаның ұлына жазған хаты бар. Қазақ тілінде жазылған. Бірінші жазуды біз ойлап тапқанбыз. Бізден гректер алған. Гректерден Европа алған. Сөйтеді бұл теріс айландырып, бұлар бірінші тұрады, біз жерге тығып қояды. Қазір енді біз олар жерге тығамыз. Сондай уақыт келді. Енді мынау Баспа қорқа береді біздің. Батыл пікір айтсаңыз өшіріп отырады ғой. Ысқырып шыққан жебедей уақытта расымен де оймақтай ғана сөзден бір ормандай ой тудырып, үлкен сырлы сұхбат құрып отырмыз. Әл-Фараби айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Енді осы орайда осы сөзді баламалы түрде айтатын болсақ, өзіңіз де ата-анамыздан кем емес тәрбиені ғылыммен қатар тел сіңіріп бойымызға егерткен біздің халықтың дәстүрі өте керемет қой. Көбін ұмытып кеттік. Ағайынға деген, басқаға деген жүреккен қазақтың. Өзбектің жүрегі тырысып қалған жері тар ғой. Өзбекке билік тимеді. Мәскеу постоянно жаңағы тәжіктерге беріп отырды билікті. Қазір мұнау тәжік билеп отырған. Бірақ өзбектің атынан билеп отыр. Өзбектерден бір адамды көтермейді, таза өзбектерден. Таза өзбектерден Мәскеуде қорықты. Себебі олар нетіп келсе Қазақстан біріп кетеді туысқан. Өнген біз Орта Азияны бөліп ұстай алмаймыз. Біз өнен бөліп отырды. Ферғанада жатыр біздің өзбектер туыстар. Дәстүрі, басқасы, олар өзбектерден бөлек. Өзінің қарындасын өзі алмайды олар.
Иә. Қазақ жақта ұруды сақтайды. Сол таза өзбектер сол жақта. Қалғаны мынау сарттар ғой. Ана сарт дегеніміз тәжіктер, саудагерлер. Тауда егетін несі жоқ, жемісін егіп сауда жасап неғылады. Содан кейін Мәскеу постоянно билікті солардан жібереді. Ол Мәскеудің құлы болады, оны өзбектерді өсірмейді. Айбектер сол таза өзбек еді. Онда қуалап жүрді ғой. Біз неде болды? Айбекмен жоғары шықты істеп жүрген кезде мейман қылып шақырып, көп әңгімелестік. Біздің әуелі сияқты адам еді ол. Ұлт жанды, таза өзбек. Өзбектің деп жүргенің бәрі шал өзбектер ғой, Самарқан, Бұқарадағы сарттар тілді алған, тегі тәжік, бірақ паспортының бәрі өзбек болып жазылған. Ол Ресейдің қазақтарды бөлшектеп ұстау саясатынан туған. Бізбен ерекше неғылған олар. Қорыққан, бұны қорыққан халық қазақ, менге украиндар болды. Осы екеуін тұқыртысы отырды ғой. Енді бүгінгі сұхбаттың барысында бір қорытынды есебінде бір сұрақ қойсам деймін сізге. Қазіргі тәуелсіз кезеңіндегі, осы қазіргі кездегі әдебиетке және әдебиет өкілдеріне көңіліңіз тола ма? Толатын да бар, толмайтын да бар. Себебі мынау шындықты түсіндіру үшін ғылыми стиль керек. Бізде журналистика басып кеткен. Мынандай алады, мынандай алып жазады. Абайды да солай нетіп жатқан. Абайдың академиясы құрылды. Бір доктор наук ұстап отыр. Не зерттейтінін білмейді. Әркімге бір заказ беріп, мақала жаздырады андай. Бөспебай мақалаларда одан Абайға кіре алмайды. Әпші академияны ашып берді, қолына берді, іске асыра алмай отыр. Себебі Абайға кіре алмайды, Абайда нені зерттеу керек екенін білмейді. Қалай зерттеу керек екенін. Мен бәрін біліп отырмын. Бір сұрамайды олар менен. Әпші айтып берем ғой несін. Мен жолатпайды маңайына. Мынау Абай мұрасын зерттедік деп қазіргі таңда тек қана осы көшелер беру, ескерткіш ашу, бір орталықтар құру арқылы ғана өзімізді өзіміз ақтап алып отырған жоқпыз ба? Абайды зерттеу үшін Абайға берілу керек қой. Иә. Мен өмірімді арнадым. Соның өзінде көп жермен түсіне алмаймын. Абай жұмбақ адам. Олар қалай түсінеді? Бұлардікі анау журналистический бөспебай стиль бар. Жаман айдап отырады, ол Абайды таныта алмайды. Бұл сөзіңізге қарап соны ұғынып отырғандаймын. Қарап отырсаңыз, біз көп жағдайда ғылымға ден қойдық, соны зерттеп жатырмыз дегеніміз, ол мынау еттің бетіндегі көбік секілді болып тұр ғой. Ол стиль деген болады. Ғылыми стиль. Ол ғылыми стиль былай бөспейді. Конкретті мен кітаптарымды оқып отырсам, бәрі немен жазылады, ғылыми стильмен. Дұрыс айтасыз. Андай бөспебайлық жоқ. Ол ана кітап деген қампиып кете береді. Нәрі болмай қалады кітаптың. Ана 10 том жариялады, тағы да 10 том жарияланбай жатыр. Ол кейін жарияланатын шығар. Жалпы бүкіл менің қаламнан шыққан дүниені қайта бастырғым келіп жүр. Жинап. Және менің өсу жолымда жатыр, қателескенімде жатыр. Оны көрген адамдар біледі, мен өзім білем ғой, қай жерде қателескенімді. Мен осы неге қатты беріліп кеттім партияға. Себебі әке жоқ, шеше жоқ. Анау пансионатта жатып өстім ғой мен. Содан кейін ауылдың тәрбиесін көп көре алмадым. Барып келіп жүргенде негізінен ауылдың тәрбиесі шалдардан айтып отыратын. Сол ауылда шалдар өз оңаша отырып,
осы мағжан туралы, Рысқұлов туралы әңгіме айтатын. Мен құлағын тігіп отырам, содан елес қалған. 37 жыл ұсталды ғой кім. Ауыл Ждан колхозында біз көктерек. Екеу шегерлес. Осы неден шыққан ғой, шымырдан шыққан оның ішінде. Шілмембет дейтін ұрым бар, ору. Солардан біз құлаймыз. Шілмембеттің жолы үлкен. Құлай деген сөзді іздеп жүрдім. Қайдан шыққан деп. Сөйтсем Жошының бір баласының аты Құлай екен. Сонда бабаларымыз сондай кісі болсын деп ырымдап қойған ғой. Содан Құлайлар 1615 жыл туған. Солардан қазір 12 мыңдай адам тарады ғой Құлайлар. Жуалда бар, Түлкібаста ғой Құлайлар. Шілмембеттер көп. Олар аға баласы жол үлкен. Рысқұлов Шілмембеттен шыққан, сәлден. Өзі осы жуалманан Түлкібастан көп адамдар шыққан. Елен айтады, сіздерде бір не бар дейді, ядро. Баукең шықты, Шерхан шықты, сен шықтың, Бақытжан шықты. Тегін емес дейді. Әйтеуір бір ядро бар сіздерде дейді. Және барлық патриот. Қалғына қарай. Шерхан ғой ол мақтайтын батыр. Бір адам мыңды қозғайды, мың халықты қозғайды. Дұрыс айтасыз. Идея жіберіп отыру. Бірақ сол бізде журналистерді кейде мен ұнатпаймын. Себебі саясатқа қарай бейімделіп кететіні бар. Ғылыми негізді айтып бермесе болмайды. Ғылыми негізден шығу керек, ол таймайды. Табаны таймайды. Басқасы тайып кете береді. Содан шәкірттерім бар. Қазір сол абайтануда солар ведущий болып келе жатыр. Одан кейін ислам жеміне бар. Сонымен тәрбиеледім. Әуелі шәкәрімменен Шежілудің арасын беріп ем. Кандидат керемет шығарды. Ойлап жүрдім мен бұны қайда салам деп. Сөйтіп осы Дулат бабамыз есімізге түсті. Кітабы бар ғой. Соған бағыттанып қазір керемет ашты оны. Барлық жағынан ашып, бір өзі, бір институциясын ашып шықты. Бүкіл дүниеге таратты. Парсша шығарды, қазақша шығарды. Әйгілі билеуші Ескендірден өмірдегі ең бағалы адамың кім деген кезде Ескендір ойланып тұрып, менің өмірдегі ең бағалы адамым әкем мен ұстазым деген екен. Сонда сұрақ қоюшы неге деген себебін сұрағанда, Ескендір менің өмірде қалыптасуыма себепкер әкем болса, толысуыма ең басты себепкер ұстазым деп жауап берген екен. Енді бүгінгі сұхбатымыздың барысында мынау бір сатыға болсын толысуымызға, болмысымыздың ашылуына, тұлғалық тұрғыдан қалыптасуымызға ең басты себепкер өзіңіз болып отырсыз. Сондықтан сұхбат соңында сізге тек қана ұлттың осы даму жолында, ұлттың сақталып қалу жолында әлі де бізге береріңіз көп болсын деген үлкен тілек айтқымыз келеді аға. Ғұмырыңыз 100 жылдан асып, болмысыңыз ғасырлар тоғысында бізге үлгі болсын. Біз сізбен мақтанамыз, құрметтейміз. Бүгінгі сұхбат барысында өзіңіз барынша ашылып, жан-жақты бізге әдебиет жайында Абайдың болмысын танытқаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Абай теңіз біз тамшы, қазіргі ғылымдағы Мекемтас ағайымыздың орны дәл осы қашықтықты ұстап тұрғандай, әдебиеттің тереңіне бойлап шығарманы тану үшін өз көзқарасымызды қалыптастырып, бағдарламаны тамашалауға шақырамыз.